Ассалаумағалейкум достар. Бұл қазір мынандай нәрсені көрсетейін деп отырмын. Қытайдың сатылып жатқан зат бізде бағасы 270 теңге тұрады екен. Қонаев қаласында жаңа жұмыстан қайтып келе жатып осыны магазиннен сатып алдым. Арнайы сіздер үшін көрсетейін деп. Бұл не енді? Бұл кәдімгі бізде бар шаяндардың бірі. Яғни сол шаяндардың мен түсінігім бойынша, енді қытайша түсінбеймін. Мына жерде перецтің суреті көрсетілген. Яғни ащы бір нәрсе әлі көрген жоқпын. Сіздердің көздеріңізше ашып, қазір көретін боламыз. Достар, сосын тағы бір айтып өтетін нәрсе, бұндай нәрселерді жеп көргеннен кейін, артынан міндетті түрде сүт ішіңіздер. Өйткені ішінде улы нәрсе болған жағдайда сүт қана тек уды қайтарады. Естеріңізде болсын. Басқа сок, кола деген сияқты нәрселер қайтара алмайды. Одан сайын асқандыру мүмкін удың күшін. Енді бұны бір жесін деп емес, несіндегі жай ғана обзор ретінде көрсетем. Мен өзім қазір жеп көрем. Мынандай нәрсе, енді шаянның еті деп айтуға келмейді. Майлы, өте майлы. Өте майлы. Іші қазір көреміз енді, дәм қандай екен. Ащы. Ащы екен дәмі. Яғни жеуге келмейді мынау. Міне, ішінде осындай болып жатады. Өте майлы, бұрыш көп. Бұрыш көп, жеуге келмейді. Яғни балаларыңызды қараңыздар. Магазиннен не алып жүрген, не жеп жүргенін қарап қадағалап жүріңіздер. Бұндай видеоларды жаңадай шығарған жағдайда ойламаңыздар, бұны насихат жасап жатыр деп. Жоқ, керісінше осындай Қытайдың келіп жатқан тауарларын тұтынуды азайтыңыздар. Білмейміз ішінде не қосылғанын, мына жерде міне қытайша жазылған. Бұны енді переводқа соткамен қарасаңыздар болады, переводын. Яғни енді бір дәмі таңсық нәрсе емес, дәмі өзгеше. Ащы болмайды жеуге. Тем более балаларыңыз жеп қойып жүрмесін. Рахмет.